Жаздың аптап ыстығы да басталуға жақын қалды. Мұндай кезде күні бойы далада жұмыс істеу түгілі демалу да қиындай түседі. Бастан күн өтіп, ауырып қалмауға мән беру керек. Сондай-ақ ыстық күндері сергек жүрудің де өзіндік сырлары бар. Оның бірі дұрыс тамақтану. Ыстық уақытта жеген тамақ пен ішкен сусынға жіті мән беру маңызды. Ішкен асың күні бойы сергек жүру мен өзіңді жайсыз сезінуге себеп болуы мүмкін. Олай болса, қандай тағамдарды жеуге, қандай сусындарды ішуге болмайды. Дәрігер диетологтар ыстық күндері көкөністер мен сүт тағамдарын көбірек тұтынып, ал ет және мал майларынан бас тартқан жөн дегенді айтады. Тамақты қатты тойып ішпеген дұрыс. Ыстық күндері таңертең әдетте асқа тәбет болмайды. Сондықтан ағзаны қинап ішудің қажеті жоқ. Ал бірақ міндетті түрде бір стакан су ішіп алған дұрыс. Шөлді көк шаймен, газы жоқ минералды сумен, сонымен қатар қайнаған су араластырған шырынмен басу керек. Квас немесе лимон мен бал қосылған су да жақсы сергектік береді. Ыстық күндері сүт өнімдерінен жасалған айран, йогурт, ашытқы сияқты сусындар өте пайдалы. Ал бірақ бұл кезеңдерде қатты диета ұстамаған абзал. Егер арықтағыңыз келсе, тек аз калориялы тағамдар тұтыныңыз. Тәтті және ащы тағамдарды аз жеу керек. Мамандар ыстық уақытта қандай тағамдар жеу керек екенін арнайы зерттеген. Олар аптап ыстық болатын күндері тәттілерден бас тартуға шақырады. Қанты көп, газды сусындар ішпеуге, майлы тоқаштар, ақ нан, қант, печенье мен тортты көп жемеуге кеңес береді. Сондай-ақ ащы тағамдарды да аз жеуді ескертеді. Тұзсыз диетадан бас тарту. Тұзы жоқ немесе тұзы аз тағамдарды ғана жеп диета ұстайтын жандар бар. Бірақ ыстық күндері тұзды тағамдар жеген пайдалы. Әрине, шамадан тыс емес, күнделікті норма бойынша жарты шай қасық болу керек. Жүрек айнып бас айналмас үшін ми қайнатар ыстықта өзіңді әлсіз сезінетінің рас. Бас айналып, жүрек айнуы да мүмкін. Мұндай болмас үшін банан, қара жемісті шетен, қарақат жеп, морс және ас жапырақ пен жалбыз қосылған тағамдарды тұтынған абзал. Салқын табиғи сусындар да пайдалы. Асқазанға көп күш түсірмеу керек. Ағуызы мол, сондай-ақ майлы тағамдар жай қорытылады. Ол үшін ағза көбірек энергия жұмсайды. Ыстықта қан қоюланып, зат алмасу баяулайды. Негізінен диетолог мамандар жеміс-жидек, балық, көкөніс, күріш, сұлы, жүгері өнімдерін жеуге кеңес береді. Түрлі пайдалы жапырақтар қосылған салат түрлері де ыстықта сергек жүруге көмектеседі. Бірақ оларды тоңазытқышта сақтамаған абзал. Азырақ жасап, тауысып жеген жөн. Егер тоңазытқышта сақтап қойған болсаңыз, құрамындағы пайдалы заттар күшін жояды. Ұйқы сергек болсын десеңіз, ұйықтар алдында тамақ ішпеген жөн-ақ. Әсіресе еті бар астан бас тартқаныңыз абзал. Ұйқыңыз тыныш болады. Ал тыныш ұйқы келер күні сергек жүрудің кепілі. Кофе ішпеңіз. Кофе ішу күндегі дағдыңыз болғанмен, ыстық күндері көбірек ішпеуге тырысыңыз. Оның орнын айранмен алмастырып көріңіз. Ыстық шай да сергектік сыйлайды. Ыстық күндері денсаулығыңызға қарап жүріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.